Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Болат, қалайсыңдар достар? Иә достар, көптен бері видео шықпай кетті, ренжімеңіздер достар. Бүгін біздерде қандай видео дегендеріңізде бұл видеоның тақырыбында көріп тұрғандарыңыздай Free Fire харам ба деген сұраққа жауап беретін боламыз. Ютубтың бәрі шулап кетті, Free Fire харам ба, харам емес пе деген. Ал ендеше бүгін мен соны сіздерге айтатын боламын. Сіздер видеоға лайк басып арна тіркеліп өтіңіздер, мені тез 50 подписчикке жеткізсек. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Кеттік достар. Ең бірінші келетін болсақ, давайте ойбай жекпе болды. Енді достар, персонаждарға келетін болсақ, бізде персонаждан так 12. Осы персонаж бізде осы Камил. Көргендеріңізді қазір қараңыздар, кітапты алады да жыртады. Қараңыздар достар, 1 минут достар, қазір жасамай жатыр. Осы персонаж кітапты алады да кәдімгідей деп бөлшектерге бөліп тастайды, өздеріңіз білесіздер. Сол үшін мен бұл персонажды кимеймін. Ал енді складқа келетін болсақ, так достар, енді кеттік. Осы акула набордан бізде шайтан деп ойламаймын. Ал кепкалардан келетін болсақ, бізде кепкаларда мінекей вот скелеттің бастарын қойды, көргендеріңіздей. Вот осы 3 левел, 3 уровенде, мінекей достар, мынада да 3 загрузка етілмеген, кешірім сұраймын. Мынада да көріп тұрғандарыңыздай басқа келетін болсақ, мінекей шайтанның маскасы, көріп тұрғандарыңыздай, мінекей клоун, мінекей көргендеріңіздей. Мінекей достарына қараңыздар, скульптор. Сосын бізде так. Мінекей көргендеріңіздей достар, мына жерде бір көз тұрыпты, белгілеп кетемін өзім. Адам вроде жоқ. Так, мына киімнен. Мынаның қолдарында да қасқырдың суретін бір жатыр жазып тастаған. Көріп тұрғандарыңыздай, қолына бір бәлелерді, неке көргендеріңізде бір бәлең сурет тұрды. Бұл да жоқ. Неке достар, не достар, не артында көргендеріңіз. Өздеріңізге арқайын көрініп тұрған шығар. Достар, бұл да мастердің киімі, бұл да емес. Бұл қазақи киім. Қолдарына бір бәлелерді жазып тастаған бұның. Бұл да жоқ. Бұл жоқ. Арабтың денесін қойыпты. Мына қараңыздар. Түрін жазып қойыпты достар. Бізде тағы жоқ достар. Бізде штамға келетін болсақ, жоқ екен. Ал енді насыптар шешіп тастап коллекциядан бізде достар. Вот не так достар, мінекей эмоциялардан жоқ, ойлап айтамын, эмоциядан жоқ. Так, енді достар, оружиядан менде бір оружиядан бізде попада, бізде оружиядан міне мына жерде біреудің жұмылып тұрған көзін салып қойыпты. Енді соны қараңыздар. Мына жерде де бір нәрсені салып қойыпты. Күштігі. Импет қалған оружияларда жоқ деген ойдамын.
Ал энди магазиндеги заттарды көрсөк. Одежда. Бизде кайсысы? Так, бизде көрүп тургандарыңыздай эмне? Вот минекей. Не коян тоже. Сосын бизде болгону деген ода болду. Ебать, на кийим сатылып тур. Еба потолок дешет. Вот достар. Вот минекей. Көп кой достар. Так. Штандардан бизде вроде жок деп ойлаймын. Аяк кийимдерден жок. Минекей. Көрүп тургандарыңыздай, эмне коллекциядан эмоциялар жок. Минекей. 2 басты. Ойламаймын. Ал питомецтерден келетін болсақ, бизде жок. Минекей. Так. Болгону деген ойдамын. Оружиядан менде басқа калган жок деген ойдамын. Сонда да бір көрүп өтүп чыгайык. Видеомуз аз болуп калмаш үчүн. Деги достарына X78'de акула. Аук. Парафал менен достор. Бирдене жалынып тургандай, көз бардай. Ястребте жок, пулеметте жок, М60 жок. Көрсөттүм. Пистолет уставтыр. Маконда достор эчтене жок. Попугайда да эчтене жок вроде бы. Караңыз, бир нерсе туруптурму ана жерде? М5 мини УЗИ. Ближний бой. Вот, енді көп. Не достар? Екеуінде барышады. Параңқта бізде вроде жок. Питадан көтанады. Граната. Көрдүңүздөр го да достар. Эне. Достар, енді сенкада мінекей, бұл сенканы тақпаймын. Эй, қатық болды. Насенка тақарыңыздар, бірден бар ма? Жоқ, ештеңе жоқ. Ешқандай жоқ. Так, достар, осымен мен бұл таусылды деген ойдамын. Келесі видеоларды кездескенше, және мен қандай жерлер ұмыттым. Кейінгіде картадан іздейтін боламыз. Сол үшін сіздер видеоға лайк басып, арна тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ерболат. Мені және де видеоны лайк басып, комментарияға қандай жерлерін ұмыттым деген ұмыттым. Сол жерлерді жазып кетіңіздер. Ал кейінгі видеода картада және тексеретін боламыз. Андеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока.